Сөйтіп тура жолды ұстанып келе жатқан кезде Алла Тағала қараңыздар, "Ва рахматун лиқауми юъминун", иман келтірген қауым үшін рахым. Алланың рахымына кіріп кетеді екен адам. Сол рахымының ішінде сосын сізге кешеді, сізге кешірімділікпен қарайды. Түсінесіз бе? Жазаласа да, бір ауру жіберсе де, бірдеңке жіберсе де, қияметтегі проблемаңды шешу үшін істейді. Бұның бәрі Алланың рахымында. Сенің жағдайың енді басқаша. Аналар ауырып жатқан кезде, мойындамайтындар ауырып жатқан кезде, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, қожайыны байлап қойған, тұсап қойған бір есек секілді дейді. Мысалы, түйе секілді. Ол түйе білмейді дейді, не үшін байланғанын, не үшін кейін босатылған. Ал мұъмин, сіз ауырған кезде сіздің ауруыңыз басқа, сіздің ауруыңыз арқылы күнәңізді тазартады. Бір ақыреттік проблемаларыңызды шешеді. Сіздің жаңа қолыңызға тікенек кіріп кетсе басқаша. Сіздің қолыңызға тікенек кіріп кеткен кезде күнәң кешіріледі. Оның қолына тікенек кіріп кетсе күнә кешірілмейді. Өйткені ол бастаған жоқ мына нәрселерді.